Сәлем достар, бүгін біздің өтетін тақырыбымыз тік бұрышты координаталар жүйесі және координаталық жазықтық. Алдымен координаталық жазықтық дегеніміз не? Біз кез келген картадан кез келген қаланың орнын табу үшін оның ендігі мен бойлығы арқылы екі мәнмен табамыз. Олай болса, яғни сол қаланың мәні екі санмен анықталады деген сөз. Олай болса, математикада кез келген нүктені жазықтықта қарастыратын болсақ, оның екі санмен анықталады. Ал координаталық жазықтық дегеніміз бұл жерде екі түзу қиылысады және өзара перпендикуляр. Оның бірін, яғни қиылысатын екі түзуді салып алайық. Яғни бағытталған түзу болады. Олар O нүктесінде қиылысады. Осы перпендикуляр екі түзудің арасындағы көлденең орналасқан түзуіміз OX түзуі, ал тігінен орналасқан OY түзуі. Осы біз сіздермен координаталық түзу OX түзуін білеміз. Оның дәл ортасында 0 саны және бірдей бағытта, ара қашықтығы бірдей кесіндіде сандар орналасатын. 3, 4, 5 деп. Ал оның 0-ден кіші аралығында бізде теріс сандар орналасатын. -3, -4. Ал OY осінде 0 санының жоғарғы бөлігінде дәл осындай ара қашықтықта 1, 2, 3 деген оң сандар орналасады. Ал оның төменгі бөлігінде дәл сондай ара қашықтықта қарама қарсы теріс сандар орналасады. Осы жазықтықты координаталық жазықтық деп атайды. Немесе тік бұрышты координаталар жүйесі деп атайды. Енді осы координаталар жүйесінде OX осін көбінесе абсцисса осі деп атайды, немесе OX түзуі деп те атайды. Ал OY осі бізде тігінен орналасқан, оны кейде біз OY осі немесе ордината осі деп атайды. Сонда координаталық жазықтықта мойнынан кез келген нүктені қоятын болсақ, сол нүктенің X және Y деген екі мән табамыз. Мысалға, А нүктесінің координатасы X, Y-ге тең. Бұл жерде А нүктесінің координатасын оқитын болсақ, бірінші орында X-тің мәні, екінші орында Y-тің мәні тұрады. X-тің мәні біз абсциссасы деп атаймыз, ал Y-ті біз ординатасы деп атаймыз. Мысалға, А нүктесінің координатасы абсциссасы 3-ге, ординатасы 4-ге тең болатын нүктені координаталық жазықтықта көрсетейік. Ол үшін А нүктесіндегі X 3-ге тең болатында, Y 4-ге тең болатындай перпендикуляр түзулердің арасындағы қиылысқан нүктені айтамыз. Яғни бұл жердегі абсциссасы X-тің мәні 3-ге тең деген сөз, ал ординатасы Y-тің мәні 4-ге тең деген сөз. Олай болса, OX осіндегі X-тің мәні 3 болатындай мына аралықта, ал Y-тің мәні 4 болатындай нүкте мына аралық. Олай болса, осы X тең 3 нүктесі арқылы параллель түзу жүргіземіз. Ол Y осіне параллель болады. Ал OY осіндегі 4 нүктесінен OX-ге параллель нүкте түзу жүргіземіз. Бұл жердегі екі түзу қиылысады. Осы қиылысқан нүкте бізде А нүктесі болып табылады. Яғни А нүктесінің координатасы X 3-ге, Y 4-ге тең деген сөз. Яғни бұл дегеніміз А нүктесінде координаталық жазықтықта екі мәні бар деген сөз. Сонда А нүктесінің абсциссасы 3-ге, ординатасы 4-ге тең деген сөз. Енді координаталық жазықтықта берілген нүктенің координатасына қарай бұл жердегі жазықтықты екі түзу 4 бұрышқа бөліп тұр. Яғни осы жерде біз сағат тіліне қарсы санайтын болсақ әр бұрышты X, Y және 0 нүктесі. Бұл жерде ширекке бөлеміз. Бірінші ширек, екінші ширек деп. Ал ширектер саны оның таңбаларына қарай ажыратуға болады. Яғни бұл жердегі ширектің реті сағат тіліне қарама қарсы бағытта алынады. -1, -2, -3, -4.
Сонда бірінші ширек дегеніміз x-інде мәні оң, y-інде мәні оң болатын аралықты бірінші ширек деп атаймыз. Ал сағат тілі бізде сағат тіліне қарсы бағыт дегеніміз керісінше жүретін бағыт, яғни бірінші ширек, келесі бізде екінші ширек және үшінші ширек, төртінші ширекке, төрт ширекке бөлінеді. Ал енді бірінші ширекте орналасатын кез келген нүктенің координатасын қарастырсақ, x-тің де мәні оң, y-тің де мәні оң. Олай болса, бұл жердегі x-тің де мәні оң сан, y-тің де мәні оң сан деген сөз. Ал екінші ширекте орналасатын кез келген нүктесінің координатасын қарастырсақ, x-тің мәні барлығы теріс сан, яғни x-тің мәні минус, ал y-тің саны барлығы плюс сандар деген сөз. Ал үшінші ширекті қарастырсақ, x-тің де мәні теріс, y-тің де мәні теріс. Яғни бұл жердегі сандар x-і де, y-і де теріс сандар деген сөз. Ал төртінші ширекті қарастыратын болсақ, бұл жерде x-тің мәндері оң сандар, ал y-тің мәні теріс сандар. Яғни бірінші ширекте абсциссасында, ординатасында мәні оң сан болады, ал екінші ширекте абсциссасының мәні теріс, ординатаның мәні оң сан болады. Ал үшінші ширекте абсциссасы да, ординатасы да теріс сандар. Ал төртінші ширекте абсциссасы оң сан, ординатасы теріс сан болады. Енді бізге координаталық жазықтықта кез келген нүктенің координатасын орналастырайық. Мысалға, x, y осьтері берілген. Координатаның екі осьтің қиылысу нүктесін O нүктесі деп атайды. Оны координаталар жүйесінде санақ басы деп аталады. Енді осы координаталық жазықтыққа бірнеше нүктелерді белгілейік және соның координаталарын анықтайық. Және төменгі аралықтарды. Бұл жерде ереже бойынша әрбір бірлік кесінде ұзындықтар сақталу керек, және сандар OX осінен минус x-тіктен плюс x-тікке дейін сандар орналасады, ал OY осінен төмен жақтан жоғары қарай қарама-қарсы сандар орналасады. Мысалға, мына нүктенің координатасы А нүктесі деп алсақ, мына нүктенің координатасы Б деп алсақ, және мына нүктенің координатасын анықтауымыз қажет болсын, мына нүктенің Д нүктесі болсын, және бір Е нүктесі болсын, және бір F нүктесі болсын. Осы нүктелердің координаталарын анықтайық. Алдымен А нүктесінен бастайық. А нүктесі бізде тек OX осінде орналасқан, яғни x-тің мәні 2 екенін көріп тұрмыз, ал y осінде оның мәні 0-ге тең. Сонда А нүктесінің координатасы x-і 2, y-і 0 деген сөз. Сонда OX осінде орналасқан барлық нүктенің координатасында y-тің мәні 0-ге тең деген сөз. Ал енді Б нүктесінің координатасын қарастырайық. Б нүктесінің координатасында ол бізде OY осінің бойында орналасқан, яғни бұл жерде y-тің мәні 3-ге екен, тең екен анық көруге болады, ал бұл жерде OX осіндегі мәні 0-ге тең деген сөз. Яғни OY осінде кез келген нүктенің мәнінде абсциссасы 0-ге тең. Яғни x-тің мәні 0-ге тең, y-тің мәні 3-ге тең деген сөз. Ал енді С нүктесінің координатасын анықтайық. С нүктесінің координатасын анықтау үшін x осіндегі ол С нүктесімен қиылысатын OY осіне параллель түзу жүргізуіміз керек. Ол бізде OX осінде минус 2-ге барады, ал енді OY осіне перпендикуляр болатындай, OX осіне параллель болатындай түзу жүргіземіз. Сонда С нүктесінің координатасы абсциссасы минус 2-ге, ординатасы 2-ге тең нүкте болады. Яғни x-тің мәні минус 2-ге тең, ал y-ның мәні 2-ге тең болады. Ал енді дәл осы әдіспен Д нүктесінің координатасын табайық. Д нүктесі. Яғни осы Д нүктесінен OX осіне дейінгі ара қашықтық табамыз. Ара қашықтық табу деген сөз, осы нүктеден OX осіне түсуіне дейінгі перпендикуляр түсіреміз. Ол бізде мына ара қашықтық, яғни перпендикуляр болу керек. Яғни Д нүктесінің x-нің мәні минус 3-ге тең. Ал енді OY осіне дейінгі ара қашықтықты тап деген сөз, Е нүктесінен
y осіне дейін перпендикуляр болатындай ара қашықтықты жүргіземіз. Сонда d нүктесінің y-інің мәні -3-ке тең. Сонда d нүктесінің абсциссасы -3-ке тең. Оның ординатасы да -3-ке тең нүктені айтады екенбіз. Енді e нүктесінің координатасын қарастырайық. E нүктесі бізде OY осінің бойында орналасқандықтан, оның абсциссасы 0-ге тең, ал ординатасы -3-ке тең. Енді F нүктесінің координатасын қарастырайық. F нүктесі алдымен OX осіне дейінгі ара қашықтықты жүргізейік, яғни E нүктесінен OX осіне дейінгі перпендикуляр жүргіземіз. Оның мәні 5-ке тең. Яғни F нүктесінің абсциссасы 5-ке тең деген сөз. Ал енді ординатасын табатын болсақ, OY осіне дейінгі ара қашықтық жүргіземіз, яғни перпендикуляр түзу. Ол бізде -4-ке тең. Сонда F нүктесінің абсциссасы 5-ке, ординатасы -4-ке тең деген сөз. Енді осы анықталған барлық нүктелердің қай ширекте орналасқанын табайық. A нүктесі бізде OX түзуінде орналасқан, ол ешқай ширекке жатпайды. B нүктесі мен E нүктесі OY осінде орналасқан, ол ешқай ширекке жатпайды. Ал S нүктесінің координатасы абсциссасы -2-ке, ординатасы 2-ке тең болғандықтан, X-тің мәні минус, Y-тің мәні плюс болғандықтан, ол бізде екінші ширектегі нүктенің координатасы болып табылады. Ал D нүктесіне координатасын назар аударсақ, X-і де Y-і де теріс сан, яғни үшінші ширектегі нүктені екенін көруге болады. Ал F нүктесінің координатасы ол бізде жазықтықта 4-ші ширекте орналасқан. Себебі F нүктесінің абсциссасы оң сан, ординатасы теріс сан. Біз сіздермен қарастырдық тікбұрышты координаталар жүйесі мен координаталық жазықтықты. Келесі кездескенше сау болыңдар.